Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгінгі видеода біз қанның қою немесе сұйық болу неге байланысты және қаныңыз тым қою болса не істеу керектігі жөнінде, қандай тағамдарды қолдану керектігі жөнінде айтатын боламыз. Сондықтан қызықты ақпаратты жібере алмай видеоны соңына дейін көрейік. Біздің қанымыз сұйық және қозғалмалы тін. Ол ағзадағы кез келген өзгерістерге өзінің түсін және тығыздығын өзгерту арқылы әсер береді. Оның жағдайы неге байланысты және сұйық немесе қою қан қандай аурулар жайлы белгі беруі мүмкін. Сіз қандай да бір себеппен медициналық көмекке жүгінген кезде дәрігерлер ең алдымен жалпы қан анализін тапсыруға жібереді. Бұл оларға диагноз қою кезінде қателеспеуге қажет. Желіде қою және сұйық қан деген түсініктерді кездестіруге болады. Ол нені білдіреді? Құрметті достар, осы айдың аяғына дейін каналымызды 70 мың жазылушыға дейін жеткізуді жоспарлап отырмыз. Сондықтан видеоға лайк басуды, каналға жазылуды және қоңыраушаны басуды ұмытпағайсыз. Сіздердің кішкене ғана әрекетіңіз біздерді жаңа пайдалы видеоларды сіз үшін шығаруға шабыттандырады. Хирург Кирилл Евченко қанның өте сұйық болуы несімен қауіпті екенін түсіндірді. Егер онда су көп болса, қан сұйық болып кетеді. Нақты шекке дейін оның еш зияны жоқ. Бірақ одан асып кетсе, ол сіндіріп, қысымның көтеріліп кетуіне ықпал етуі мүмкін. Бірақ егер адам көп қан жоғалтса және оның орнын толықтыру үшін оған электролитті ерітінді енгізсе, ол бір сәтте өте сұйылтылған болып кетуі мүмкін. Мұндай кезде жаппай қан кету болып, адам өліп кетуі де мүмкін, дейді дәрігер. Науқастың өмірін сақтап қалу үшін қаны қатты кеткен жағдайда кейде дәрігерлер электролитті ерітінді енгізуді тоқтатады да тепе-теңдікті сақтап қалу үшін қан компоненттерін құяды. Қанның сұйық немесе қою екенін көзбен қарап айту мүмкін емес. Оны анықтау үшін қан анализін тапсыру керек. Оның нәтижесінен гематокрит көрсеткішін қарайды. Ол қаншалықты төмен болса, қан соншалықты сұйық болғаны. Егер гематокрит көрсеткіші жоғары болса, қанды қою деп атайды. Ол ағзаға су жетіспеген кезде қоюланып кетеді. Қан қою болса, оның қан тамырлар арқылы қозғалуы қиындай түседі. Ол тіндерді қоректік заттармен және оттекпен нашар қамтамасыз етеді. Сол үшін қанның ұйып қалу қаупі артады. Ағзаға судың жетіспейтінін теріге қарап білуге болады. Оның тонусы әлсіреп кетеді. Әжімдер ерте пайда болады. Саусақтардың басы тыржиған болуы мүмкін, деді хирург. Ендігі кезекте қанның сұйық немесе қою болуына әсер ететін тағамдар жөнінде, сусындар жөнінде айта кетейік. Біз күн сайын ішіп жүрген тамақтардың ішінде қанымыздың биохимиялық құрамын өзгертетін сусындар бар. Қанды қатты қоюландырып, оның құрамын өзгертетін сусындар. Газдалған тәтті сусындар. Құрамында қант немесе оны алмастыратын фруктоза, синтетикалық тәттілендіргіштері бар. Ол ағзамыздың бүкіл жүйесіне теріс ықпал етеді. Қою шай және кофе. Құрамында кофеині көп. Шайда кофеин гуаранға ұқсас танин заты бар. Бұл заттар қан тамырын тарылтып, жүрек қағысын жылдамдатады. Осы биохимиялық процестерде адреналинді көп өндіреді. Осының бәрі тек қанға ғана емес, сонымен бірге тамырдың өзіне де кері әсер етеді. Спирттік ішімдіктер. Алкогольдің ағзаға зиянын бәріміз де білеміз. Алып қосарымыз, алкогольді сусын ішкенде ағзадағы сұйықтық жылдам шығады. Бұл ісінбеген кезде де болады. Нәтижесінде спирттік ішімдік ішкенде қан мөлшері азайып, ол қатты қоюланады. Қан тоқтату үшін қолданатын жарақат алғанда немесе емге қолданатын дәрілік шөптер, олар шайқурай, жусан, қазтаңдайдың спирттік тұнбасы, мысалы тромбоциттің көбеюіне әкеп соғады. Қою шырындар. Бұлай қарасаң, бұл шырындар сұйық көрінгенімен ағзамыз оны тамақ ретінде қабылдап, ол өз кезегінде ас қорыту процесін іске қосып, ферменттер мен сөл бөлдіреді. Ал қанды қатты сұйылтатыны әсіресе тұз қосылған қызанақ шырыны.
Кейбір адамдар қызанақ шырыны ағзаны керемет тазалайды деп қателеседі. Бұл сусындарды немен алмастыруға болады? Ағзамызға сұйықтың жетіспеушілігін немен толтырамыз? Таза газсыз суды көбірек ішу. Мамандар орташа алғанда күніне 2 литрге жуық сұйықтық ішуге кеңес береді. Тәулігіне таза судың жетіспейтін көлемін құрамында салицил бар сусындармен толықтыруға болады. Қанды сұйылту үшін мынадай сусын дайындауға болады. 2 алма. Оның құрамында пайдалы және шарап қышқылы бар. Бұл қан тамырларының ішкі жағына холестериннің артық шөгінділерінен құтқарады. 20 грамм зірімбір тамыры. Онда ерекше зат генгерол бар. Генгеролдың фармакологиялық белсенділігі өте жоғары. Келесі 100 грамм жүзім. Қызыл жүзімдегі ресвератрол деген зат тамырды бекітіп, оның елгіштік қасиетін арттырады. 1 жақсы піскен анар. Оның құрамында көптеген миокард жұмысын жақсартатын көптеген дәрумен бар. Келесі жарты лимонның шырыны. Лимонның табиғи қышқылы қанды сұйылтады. Жоғарыда аталған барлық тағамдарды блендермен үгітіп, дайын фрешті сүзгіден өткізіңіз. Сосын 1 литр су қайнатып, оған жоғарыда айтылған қоспаны араластырып, біраз уақытқа қойып қойыңыз. Күніне 20-50 граммнан ішіп тұрыңыз. Тек бұл сусынды ас қорыту жолы ауыратын адамдарға ішуге болмайды. Яғни гастритті, дуодениті, асқазанында жарасы бар және аузында жарақаты барларға. Құрметті достар, видео ұнаған болса, лайк басуды, каналға жазылуды және қоңыраушаны басуды ұмытпағайсыз. Сіздердің кішкене ғана әрекетіңіз біздерді жаңа пайдалы видеоларды сіз үшін шығаруға шабыттандырады. Келесі видеоларда жүздескенше аман сау тұрыңыздар.